Бүгін сіздерге әр үйде болу керек пайдалы 7 емдік шөп туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер, себебі соңында осы 7 шөптің ішіндегі ең әмбебап әрі көпшілік біле бермейтін пайдалы кеңеспен бөлісеміз. Бұл өсімдіктер ғасырлар бойы халық медицинасында қолданылып келеді. Олардың кейбірі ас қорытуға көмектессе, енді бірі суық тигенде немесе жүйкені тыныштандыруда пайдалы болуы мүмкін. Алайда кез келген табиғи өнімді дұрыс пайдалану өте маңызды, себебі шөптердің де өзіне тән қарсы көрсетілімдері бар. Ал ендеше бастайық. Тізіміміздің алғашқысы түймедақ. Түймедақ әлемдегі ең танымал емдік өсімдіктердің бірі. Ол жүздеген жылдар бойы қолданылып келеді. Оның құрамында эфир майлары, флавоноидтар және антиоксиданттар бар. Осы заттар ағзадағы қабыну процесін азайтуға көмектесуі мүмкін. Көптеген адамдар түймедақты асқазаны жайсызданғанда ішеді. Егер асқазаны ауырлап, кеуіп немесе жеңіл түйілсе, бір кесе жылы түймедақ шайы кей адамдарға жеңілдік береді. Сонымен қатар түймедақ жүйкені тыныштандыруға көмектесуі мүмкін. Сондықтан көптеген адамдар оны ұйықтар алдында ішеді. Суық тиген кезде де түймедақ шайы тамақты жұмсартып, ағзаға жылы сұйықтық береді. Бірақ түймедақ бәріне бірдей жарамайды. Гүл тозаңына аллергиясы бар адамдар абай болу керек. Егер ішкеннен кейін бөртпе немесе қышыну пайда болса, қолдануды тоқтатқан жөн. Дайындау тәсілі өте қарапайым. Бір шай қасық кептірілген түймедақты бір стақан қайнаған суға салып 5-10 минут тұндырады. Келесі шөп жалбыз. Жалбыздың құрамында ментол деп аталатын табиғи зат болады. Дәл осы ментол оған ерекше иіс пен сергітетін әсер береді. Жалбыз шайы ас қорытуды жақсартуға көмектесуі мүмкін. Әсіресе ауыр тамақтан кейін іштің кебуі мен жайсыздық сезімін азайтады. Кей адамдар оны жеңіл бас ауруында және күйзеліс кезінде де пайдаланады. Сонымен қатар жалбыз ауыз қуысын сергітіп, тынысты жағымды етеді. Дегенмен, асқазан қышқылы жоғары адамдар жалбызды көп мөлшерде ішпеуі керек. Кей жағдайда ол қыжылды күшейтуі мүмкін. Жалбыз шайын күніне 1 немесе 2 рет мөлшермен қолданған дұрыс. Үшінші орында итмұрын. Итмұрын С дәруменіне өте бай өсімдіктердің бірі болып саналады. Ол иммунитеттің қалыпты жұмысын қолдауға көмектеседі және құрамындағы антиоксиданттар ағзаны бос радикалдардың әсерінен қорғауға ықпал етеді. Суық мезгілде көптеген адамдар итмұрын шайын ішеді. Сонымен қатар оның құрамында А, Е, К дәрумендері мен түрлі минералдар кездеседі. Бірақ итмұрынды шамадан тыс пайдалану ұсынылмайды. Кейбір адамдарда асқазанның жайсыздығын тудыруы мүмкін. Ал бүйрек тасына бейімділігі бар адамдар дәрігермен кеңескен дұрыс. Итмұрынды термоста 6-8 сағат тұндырса, пайдалы заттар жақсырақ бөлінеді. Келесі пайдалы өсімдік имбир. Имбир әлемнің көптеген елдерінде әрі тағам ретінде, әрі емдік мақсатта қолданылады. Оның құрамындағы табиғи белсенді заттар қабынуды азайтуға және иммундық жүйенің қалыпты қызметін қолдауға көмектесуі мүмкін. Имбир әсіресе жүрек айнуын азайтумен танымал. Көптеген адамдар оны суық тиген кезде лимон және балмен бірге шайға қосып ішеді. Имбир ағзаны жылытып, қан айналымын жақсартуға көмектеседі. Бірақ қанды сұйылтатын дәрілерді қабылдайтын адамдар немесе асқазан жарасы бар адамдар көп мөлшерде пайдаланбаған дұрыс. Имбирдің кішкентай ғана бөлігін жұқалап турап, ыстық суға 10 минут тұндырса жеткілікті. 5-ші орында көк шай. Көк шай әлемдегі ең пайдалы сусындардың бірі ретінде танымал. Ол катехин деп аталатын күшті антиоксиданттарға бай. Антиоксиданттар жасушаларды қорғауға және ағзаның қалыпты жұмысын сақтауға көмектеседі. Көк шай сергектік береді, себебі оның құрамында кофеин бар. Сондықтан оны таңертең немесе күндіз ішкен дұрыс. Кешке көп мөлшерде ішсе, ұйқының бұзылуына себеп болуы мүмкін. Қант қоспай ішкен әлде қайда пайдалы. 6-шы орында қалақай. Көпшілік оны жай ғана арам шөп деп ойлайды.
көпшілігіміз оны крапива деп білеміз. Бірақ қалақайдың құрамында темір, кальций, магний, калий және К витамині кездеседі. Халық медицинасында оны қан түзуге көмектеседі деп пайдаланып келген. Сонымен қатар оның құрамындағы минералдар сүйек пен бұлшық етке пайдалы болуы мүмкін. Көктемде жас қалақайдан сорпа немесе шай дайындайтын адамдар көп. Бірақ жүкті әйелдер мен бүйрек ауруы бар адамдар дәрігердің кеңесінсіз тұрақты қолданбағаны дұрыс. 7-ші орында цветке липы. Тізіміміздің соңғысы жөке гүлі. Жөке гүлінен дайындалған шай бұрыннан суық тиген кезде қолданылып келеді. Ол ағзаны жылытып, тыныштандыруға көмектеседі. Көптеген адамдар кешке ішіп, жақсы ұйықтайтынын айтады. Жөке гүлінің жағымды хош иісі де жүйкені босаңсытады. Бірақ кез келген шөп сияқты оны да мөлшермен қолданған жөн. Ұзақ уақыт күн сайын көп мөлшерде ішу ұсынылмайды. Осы 7 шөптің ішінде ең әмбебап шөптердің бірі ол түймедақ. Ол ас қорытуды қолдауға, тыныштандыруға және суық тигенде жылы шай ретінде жиі қолданылады. Бұл түймедақ, бірақ қалған 6 шөптің де өзіндік ерекше пайдасы бар. Қорытындылай келе, бүгін біз әр үйде болған пайдалы 7 шөппен таныстық. Олар түймедақ, жалбыз, итмұрын, имбир, көк шай, қалақай және жөке гүлі. Бұл өсімдіктер денсаулықты қолдауға көмектесуі мүмкін. Бірақ олардың ешқайсысы дәрігер тағайындаған емнің орнына жүрмейтінін ұмытпаңыз. Егер жоғары қызу бірнеше күн сақталса, қатты ауырсыну болса, немесе созылмалы ауруларыңыз болса, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Енді сізден сұрайық, осы 7 шөптің қайсысын жиі қолданасыз? Әлде өзіңіз пайдаланатын басқа пайдалы шөп бар ма? Пікірге міндетті түрде жаза кетіңіз. Егер бүгінгі видео сізге пайдалы болса, лайк басып, арнамызға жазылыңыз. Денсаулық туралы сенімді әрі пайдалы ақпараттарды бірге үйренейік. Келесі видеода кездескенше, дендеріңізге саулық тілеймін.